күн, құрметті достар. Бүгін біз білгенге маржан айдарымыздың 2022 жылға алғашқы санын ұсынамыз. Бүгінгі біздің айдарымыз бұғылар тұқымдасына жататын жүп тұяқты, сүтқоректі жануар еліктерге арналады. Еліміздің солтүстік батыс, солтүстік, орталық, шығыс бөлігіндегі және Алтайға дейінгі тау етектеріндегі орман, тоғайларда кездесетін сымбатты жануарлардың бірі елік. Еліктердің мүйізі тармақталып келген. Қазан-қараша айларында түсіп, сәуір айында жаңадан мүйіз шығады. Ұрғашысында мүйіз сирек кездеседі. Мекендейтін қоныстарында елік түнде жайылып, күндіз орман арасына жасырынады. Қыс айларында 5-10-нан топтасып жүреді. Өсімтал жануар, көбіне егіс, кейде 3-3-тен мамыр-маусым айларында лақтайды. Еліктің лағы құралай деп аталады. Құралайдың түсі теңбіл-теңбіл болып келеді. Бірақ мұнысы 3-4 айдан кейін жойылып кетеді. Еліктер 11-12, кейде 16 жылға дейін өмір сүреді. Жазғы күндері сарғыш түстес болады. Еліктердің азығын шөп, тал, шілік жапырақтары, қысқы уақытта бүршіктер, ағаш қабығы, қыналар құрайды. Еті мен терісі үшін арнайы рұқсатпен ауланады. Кәсіптік маңызы бар. Атақты зоолог, биология ғылымдарының кандидаты Константин Флеров еліктерді 3 түрге бөліп қарастырады. Еуропалық, Сібір және қиыр шығыстық еліктер. Еуропалық түрдің өкілдері Батыс Еуропа, соның ішінде Ұлыбритания, Кавказда, Ресейдің еуропалық бөлігінде, Иран, Палестинада кең таралған. Еуропалық елік өзінің кішігірім өлшемімен ерекшеленеді. Денесі 1 метрден сәл артық, салмағы 40 килограммға жуық келеді. Мүйіздері жақын орналасқан, көзі мөлдір болып келеді. Екінші түрі Сібір деп аталады. Бұл түрдің таралу аймағы Еділ, Кавказдың солтүстігі, Сібірден Якутияға дейін, Моңғолияның солтүстік батыс аймақтары мен Қытайдың батысы. Сібір елігі еуропалыққа қарағанда үлкен, денесінің ұзындығы 120-140 см, биіктігі метрға дейін, салмағы 30-дан 40 килограммға дейін болып келеді. Кейбіреулері 60 килограммға дейін жетеді. Ұрғашысы кішірек және шамамен 15 сантиметрге қысқа болып келеді. Жазда басы мен денесінің түсі бірдей сары қоңыр болады. Мүйіздері үлкенірек 40 сантиметрге дейін жетеді және де кең аралықта орналасқан. Бір-біріне тимейді. Еліктің теңбіл түсі барлық түрлерге тән, бірақ Сібірде еуропалықтан айырмашылығы олар 3 қатарда емес 4-еуінде орналасқан. Келесі қиыр шығыстық түр Кореяның солтүстігінде Қытайда таралған. Өлшемі бойынша еуропалықтардан үлкен, бірақ сібірліктерден кіші. Қысқы уақытта басы денеге қарағанда қаныққан қоңыр түсімен ерекшеленеді. Жазда елік ашық қызылға айналады. Оның артқы жағында қоңыр рең болады.